достар, ақылды жүйелер және IoT арнасында сіздермен бірге мен Амантұр Амангелдіұлы. Бүгінгі тақырып смартфон пайдалы құрал ма? Осы сұраққа жауап берейік. Смартфон дегеніміз ол ағылшын тілінен ақылды телефон деген сөз. Мен бұл тақырыпты белгілі академик Асқар Жұмаділдаевтың сөзімен бастағым келеді. Қазақ технократ ел болу керек дейді ол кісі. Қазақ тілі неге дамымай жатыр? Себебі қазақ тілі техниканың тілі болу керек, қазақтың инженер кадрлары болу керек, қазақтың завод фабрикалары болу керек. Өте керемет, өте орынды. Ал енді менің смартфоным, менің моделім Redmi 9-ты Xiaomi фирмасы 21 жыл сатып алдым 67 мың теңгеге. Мен не үшін бұл модель таңдадым? Себебі біріншіден ол әрі сапалы, функционалды мүмкіндіктері бар және қолжетімді. Бұл модельдің техникалық сипаттамалары келесі. Бұл Xiaomi деген Қытайдың фирмасымен шығарылады. Мен жеке. Оның корпусы 162-де 77 мм көлемін құрайды. Оның салмағы шамамен 200 грамм. Байланыс жүйесі. Бұл сымсыз Wi-Fi және Bluetooth байланыс жүйелерімен және сымды ол USB кабель арқылы байланысады. Мұнда 2 сим карта бар. Менде Tele2 мен және Билайн. Және 4G желісінде жұмыс істейді. Дисплей. Оның көлемі 1080-ге 2340 пиксель. Яғни өте керемет, жақсы разрешение. Бұның 4 камерасы бар. Артқы жағында 3 камера бұл, негізгі камера болып саналады және алдында біреу. 48 мегапиксель ең үлкен разрешениесі. Мына артқы жағын көрсетіп тұрмыз. Фронтальный камера, алдыңғы камера ол 8 мегапиксель. Бұл операциялық жүйе Android 10 жүйеде жұмыс істейді. Оның батареясы 18 ваттық қуаты 6000 мАч. Өнімділігі процессорының максималды жиілігі 2 ГГц. Бұл 4 қосу 8 ядролық және транзисторлардың көлемі 11 нанометр. Нанометр технологиясы. Негізгі процессордың жиілігі 600 МГц. Ал жедел жады 4-6 гигабайт, яғни жылдамдығы осыған байланысты және жалпы жад 64 гигабайт. Мен смартфонды не үшін пайдаланамын? Мына келесі қызметтер үшін, яғни байланыс жасау мен сөйлесу үшін. Екінші, дыбыс, сурет, видео жазу, сақтау үшін. Үшінші, оқып үйрену үшін. Мәтінмен жұмыс істеу үшін, аударма ісі. Бесінші, мемлекеттік қызметтерді пайдалану үшін. Алтыншы, банк қызметтерін пайдалану және жетінші, ғылыммен айналысу, оның ішінде ауыл шаруашылығы және қосымша қызметтер. Мына кестеде осы қызметтерді пайдалануда қандай қосымшаларды пайдаланамын. Мен өзім енгізген және ішкі қосымшалар бар. Мына кестеде қазақша желіншілікпен қазақ тіліндегі қосымшалар көрсетілген. Мен өзімнің ғылыми қызметімде ауыл шаруашылығында ақылды жылыжай деген мобильді қосымша жасадым. Бұл осы YouTube каналымда бар. Әрине, бұл смартфонды пайдалануда өзінің ережесі бар. Мынау шектеулерді сақтамамыз керек. 14 жасқа дейін балаларға бермеуіміз керек. Одан кейін 1 сағат уақыттан артық пайдаланбауымыз керек. 2-3 минуттар сөйлеспеуіміз керек. Жарық жерде қарауымыз керек және өзімізден алыс сөмкеде алып жүруіміз керек. Әрине, осындай кезде бұл өте пайдалы құрал. Енді болашақта біздің ел осындай смартфондарды шығару, бүкіл әлемге сату үшін не жасауымыз керек? Мен бұған белгілі академик Асқар Жұмаділдаевтың сөзімен жауап бергім келеді. Яғни қазақ технократ ел болу керек. Біріншіден техникаға көңіл бөлуіміз керек. Қазақ тілі техниканың тілі болу керек. Қазақтың инженер кадрлары болу керек. Қазақтың завод фабрикалары болу керек.
Яғни осындай жағдайда мысалы біз өзіміздің завод ашып өзіміз жаңа смартфон шығарсақ, онда біз өзіміздің атымызды береміз. Жаңағы Xiaomi қытайша емес, Ерқуат деген мысалы, Нұр деген аттар. Сөйтіп бүкіл термин ұғымдардың бәрін қазақша мысалы жасауымызға болады. Себебі өзіміздің ат береміз, өзіміз соны жасағаннан кейін қазақ тілінде сөйлейміз. Сол арқылы біз қазақ тілі тек қана әдеби тіл емес, техниканың тілі болып кетеді осылай. Мен өте келісемін. Сондықтан мен бұл каналдың да мақсаты, міндеті осы қазақ елінің болашақ инженер кадрларын дайындауға өз үлесін қосу. Сондықтан мен бір өзімнің әрине қолымнан келмейді, бір өзімнің бүкіл барлығымыз бірігіп, жұмылып ел үшін қызмет етуіміз керек. Жақсы, сау болыңыздар.